Recording in progress. Mikrofon өшірген жоқ. Қай жерге çıkıyorsun? Нет, там Қайда кетті? В команде гибкость и контроль стресса. Сегодня я хочу остановиться. бір екі үш естіліп тұр ма екен? Естіліп тұр ма? Естіліп тұр. Тоқтай тұрыңыз. Дауысын шығара салайын ба? Енді естіле ма? Естіліп тұр ма? Армысыздар, әріптестер. Бүгін бізде қалалық әдістемелік вебинарымызға қош келдіңіздер. Тағы да бір тексеріп жейікші. Сіздерге дұрыс естіліп тұр ма? Естіліп тұр, жақсы. Естіліп тұр. Олай болса, вебинарымызды бастайық. Біздің қалалық әдістемелік вебинарымыздың тақырыбы қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдерінің бірлесіп жұмыс жасауы мектептегі табысты жұмыстың кепілі. Вебинарымыздың мақсаты білім беру үдерісінде оқытудың белсенді және интерактивті әдістерін қолдану, әдістемелік көмек көрсету және тәжірибе алмасу арқылы мұғалімдердің кәсіби дағдыларын дамыту. Вебинар міндеттері: қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдерінің авторлық бағдарламасын, элективтік курсын, оқу әдістемелік кешенін таныстыру, қалалық іс-шарада тәжірибе алмасу және де вебинарға белсенді қатысу. Сол кезде мақпал деген кетіп қалған аса береді ғой. Гаухар апай, микрофоныңызды өшіріп қойсаңыз. Сол кісінің оқушысы болған. Ол класста Құрметті әріптестер, бүгінгі қалалық семинарға өздеріңіз білесіздер, қалалық семинар болғандықтан кейін 3 ауданнан қатысу міндетті. Сондықтан да алдыларыңызда бүгінгі вебинарымыздың бағдарламасы. Бұл жерде Жетісу, Наурызбай, Әуезов аудандарының қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдерінің тізімі. Алғы сөзді бүгінгі вебинарда мектебіміздің оқушы жөніндегі директор орынбасары және де қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Қалдыбаева Бағдагүл Оматайқызына беріледі. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Қатысушыларға бізге сәттілік тілеймін. Ал бізді көріп отырғандарға көп алғысымды айтамын. Ал менің слайдымды жіберсеңіздер. Бүгін мен сіздерге қазақ тілі мен әдебиет пәні бойынша әзірлеген элективті курсымды таныстырғым келеді. Курс тақырыбы 21 ғасырда қазақ тілі қалай өзгеруде. Бұл курс 10-11 сынып оқушыларына арналған және олардың қазіргі тілін даму ерекшеліктерін тереңірек түсінуге бағытталған. Курстың өзектілігі:
Қазақ тілі үнемі дамып, жаңарып отырған тірі тіл болғандықтан, ақпараттық технологиялардың қарқынды дамуы, жаһандану және көп тілдік үдерістері тілдік өзгерістерге үлкен әсер етуде. Бүгінде жаңа терминдер мен неологизмдер пайда болып, қазақ тілінің орфографиясы мен стильді өзгертуде. Осыған байланысты оқушыларға тілдің өзгеру заңдылықтарының, оның болашақ даму бағытын түсіндіру маңызды. Курстың мақсаты мен міндеттері. Бұл курс арқылы оқушылар қазақ тілінің жаңа сөздері мен терминдерін зерттейді. Кірме сөздердің қалыптастыру заңдылықтарын түсінеді. Қазақ тілінің латын графикасын көшу мәселесін қарастырады. Цифрлық кеңістік қазақ тілінің рөлін талдайды. Әлеуметтік желілер мен интерактивтік тілде өзгерістерді зерттейді. Курстың құрылымы. Оқу барысында оқушылар теориялық материалдарды меңгеріп қана қоймай, практикалық тапсырмаларды орындап, тілдік зерттеулер жүргізеді. Курс 4 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім. Қазақ тілі 21 ғасырдағы даму ерекшеліктері, жаңа сөздер мен терминдер, цифрлық дәуірдегі қазақ тілі, көп тілдік жағдайдағы қазақ тілінің болашағы. Қорытынды. Осы элективтік курсымның қорытындай келе, айтарым, бұл курс оқушыларға қазақ тілінің негізгі маңызды өзгерістерін түсінуге көмектеседі. Олардың тілдік дағдыларын жетілдіріп, қазақ тілінің ақпараттық қоғамның орнын тереңірек ұғынуына мүмкіндік береді. Осы курс арқылы біз болашақ ұрпаққа ана тілімізді дамуын саналы түрде қабылдауды және оны сақтау жолдарын үйретуді мақсат етеміз. Назарларыңызға рахмет. Әріптестер, келесі сөз кезегін өзім алайын. Менің аты жөнім Бұршақбаева Бану Серікәліқызы, және менің әріптесім қасымда отырған Гүлзира Тұрдақынқызы. Әсел ханым, микрофоныңызды өшірсеңіз. Әріптестер, біздің бүгінгі мына вебинарда өзіміздің тәжірибеміз тарату, бұл оқу әдістемелік кешен бойынша. Тақырыбымыз қазақ тілі сабағында функционалды сауаттылықты дамыту әдістемесі. Мақсаты жалпы білім беретін мектептерде, яғни оқушылардың мектепте алған білімдерін өмірде тиімді қолдануына үйрету. Міндеттеріміз, яғни сауаттылық, функционалдық сауаттылық ұғымын қалыптастыру және оның даму тенденциясын жүйелеу. Қазақ тілін оқытуда функционалдық сауаттылықты қалыптастырудың педагогикалық, психологиялық негізін анықтау. Және де оқушылардың функционалдық тіл сауаттылығын қалыптастыруда қолданылатын интербелсенді технологияларды талдау. Ал енді күтілетін нәтижелер жұмыс барысында функционалдық тілдік сауаттылықты қалыптастырудың жолдарында талдай жасай келе келесі мәселелерді анықтаймыз. Яғни функционалдық тілдік сауаттылықты қалыптастыруда дамыта оқыту маңызды рөл атқаратынын білді. Арнайы тапсырмаларды дайындау арқылы оң тәжірибеге жету болады. Және де мәтін талдату оқушының функционалдық тілдік сауаттылығын қалыптастырады. Яғни өзектілігі оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту жөніндегі ұлттық жоспардың қабылдануы, оқыту әдіснамасы мен мазмұнын түбегейлі жаңарту болып табылады. Яғни соның бірі бұл функционалдық сауаттылықты дамытудағы білім мазмұнының жаңаруы. Яғни сындарлы оқыту теориясына негізделгендігі. Сындарлы оқытудың мақсаты оқушының пәнді терең түсіне отырып, қабілетін дамыту және де алған білімін сыныптан тыс жерде кез келген уақытта, кез келген жағдайда тиімді пайдалана білуін қамтамасыз ету. Енді функционалдық сауаттылықтың тарихын айтпай-ақ қояйын, барлықтарыңыз білесіздер, 1969 жылдан бастап термин ол біздің жаңа қолданыста енген болатын. Ал бұл функционалдық сауаттылықтың өсу, жаңағы өзгеруі
заман талабына сай әртүрлі болып келеді. Және де қазіргі кезде біз осы функционалдық сауаттылықтың өте ауқымды, кеңістікті, әртүрлі мағынаны білдіретін көріп тұрмыз. Мысалы, ең бастапында оқу, жазу, санау болса, қазіргі кезде бұл жаңағы дағдыларымыз, түсініктеріміз, яғни креативті ойлау, математикалық сауаттылық, не болмаса қаржылай сауаттылық сияқты ары қарата оның бәрі күрделене түседі екен. Және де былай айтатын болсақ, негізі қазақ тілі оқытуда функционалдық сауаттылықты қалыптастырудың педагогикалық, психологиялық және негіздері бұл негізгі белгілерінен тұрады, яғни оқу мен жазудың базалық қарапайым деңгейі, жеке тұлғаның жағдайға қатысты танылуы, қалыпты үйреншікті міндеттерді шешуге бағытталған, және де ең бастысы сауатсыздықты қарқындылықпен жою тәсілдерін іздеу мәселелері аясында маңызды болады. Келесі сөз кезегін өзімнің әріптесіме Изенбаева Гүлзира Тұрдаханқызына беремін. Қайырлы күн әріптестер. Арғай Баңыр-Серкалиннан сөзін жалғастырайын. Оқытуда функционалдық сауаттылықтың қалыптастырудың әдістемелік негіздері алдарыңызда көріп отырғандай интербелсенді технологиялар арқылы біз жүзеге асыруымызға болады. Қазақ тілі сабақтарында дәстүрлі сабақтар және инновациялық сабақтар. Оны өздеріңіз көріп отырғандай жаңа сабақ, белсенді бекіту, білімді бекіту, білім дағдыларын қалыптастыру және де өздеріңіз көріп отырғандай аралас сабақтар. Ал инновациялық сабақтар, рефлексиялық сабақтар және іскерлік ойындар сабағы, сонымен қатар қиял ғажайып сабақтарда біз қоса алып отыруымызға болады екен. Біз өзіміздің әдістемелік кешенімізде 5-8 сынып оқушыларының функционалдық тіл сауаттылығын дамытуға бағытталған эксперименттік жұмыс нәтижелерін көрсетіп отырмыз. Яғни ғылыми тәжірибе үш сатыны қамтиды. Ең бірінші анықтау эксперименті, екінші қолданбалы эксперимент, үшінші және нәтижелерді талқылау эксперименті. Анықтау эксперименті өзі екі бағытта жүзеге асырылады. Бірінші бағыт бойынша функционалды сауаттылықтың оқушы бойында қалыптасу деңгейін анықтау мақсатында әртүрлі мектептің қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерінің арасында біз сауалнама алынды. Осы сауалнама 25-50 жас аралығындағы респонденттер қатысып отырды. Ал екінші бағыт бойынша оқушыларға нәтижелі әдіс ретінде мәтін талдау және арнайы тапсырмалар әзірленіп, сол бойынша сабақтар ұйымдастырылды. Бұл ғылыми тәжірибе Алматы қаласы Алмалы ауданында халықаралық Қазақстан Түркия лицейінде өтті. Енді алдарыңызда көріп отырғандай, міне сауалнамалар мынандай сұрақтар арқылы өрбіді деп айтсақ та болады, және осы нәтижесінде көріп отырсыздар. Сауалнаманың көрсеткіштері де келесі, яғни кестеде көрсетілген. Сонымен бірге 5-ші сынып оқушыларының сауаттылық, функционалдық сауаттылық, тілдік сауаттылығының қалыптастыру мынандай тапсырмалар арқылы жүзеге асыруға да болады екен. 5-ші сынып оқушылар арасында тірек сызба арқылы мәтін құрау, осы арнайы тапсырмаларды бере отырып, балаларды функционалды сауаттылыққа ары қарай дамыту. Екінші, көмекші есімдерді пайдалана отырып, яғни әңгімелесу, яғни өзі мәтін құрау. Содан кейін барып сурет арқылы, яғни балалар мәтін құрап және өз ойларын ары қарай жалғастыру. Топтық ойындар, сонымен бірге сұхбаттарды толықтыру болып келеді. Яғни біздің әдіс кешенімізде осындай көптеген тапсырмаларды қолдануға біз ұсынып отырмыз. Назарларыңызға көп рахмет. Енді келесі кезекті өзімнің әріптесім Сапарова Динара Жолбарысқызына беремін. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен Сапарова Динара Жолбарысқызына Әуес ауданы нөмірі 117-ші жалпы білім беретін мектептің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімімін. Әріптесім екеуміз Шалбаева Құндыз Маратовна оқу әдістемелік кешенінің тақырыбымыз қазақ тілі морфологиясының қалыптасуы мен дамуы. Мен тоқталатын бірінші тарауы қазақ тілі морфологиясының тіл білімдегі зерттелу тарихы деп аталады.
Енді біріншіден бастасақ, тарихқа көз тастасақ, морфология деген сұрақ туындайды. Морфология грек тілінде форма және ілім деген мағынаны білдіреді. Морфология сөз және оның формалары туралы ілім. Сөйлеу дағдысында әр сөз сөйлем ішіндегі өзге сөздермен белгілі заң бойынша әрқилы қарым-қатынасқа түседі де, әлденеше қилы өзгеріске ұшырап, әр алуан қызмет атқарады. Морфология осындай сөздерді жеке-жеке қарамай, жалпы сөз аталуының алып, оларды белгілі топтарға бөліп, сол топтың әрқайсысына жалпы грамматикалық сыр сипатын анықтайды. Енді негізгі тақырыпқа келсе, қазақ тілі морфологиясының тіл білімдегі зерттелу тарихына көз тастап кетейік. Қазақ тілі білімінің негізгі салушы ғалым Ахмет Байтұрсынов еңбегінде морфология деген термин қолданылмайды. Морфологияның зерттейтін объектілерін сөз тұлғасы, сөз мағынасы. Себебі оған дейінгі ғалымның негізгі алған еңбектерінде кейде фонетика саласы грамматиканың бір бөлегі ретінде енгізілсе, морфология, этимология деп аталып, оған синтаксистік кейбір элементтер де кіреді. Қазақ тілі морфологиясының негізгі мәселелері, оның ішінде сөз тұлғалары Құдайберген Жұбановтың 1936 жылы жарыққа шыққан қазақ тілінің грамматикасы еңбегінде жүйелі түрде қарастырылды. Морфологияның жеке сөз таптарына қатысты мәселелері 40-50 жылдары Балақаевтың қазақ тілі грамматикасының кейбір мәселелері, Ахмеди Исқақовтың қазақ тілінде түстеулер, Мұсабаевтың сын есімнің шырайлары, Хасеновтың қазіргі қазақ тіліндегі сан есімдер, Әміровтың қазақ тіліндегі шылаулар, тағы басқа ғалымдардың зерттеулерінде сөз етілді. Сөз таптарының жекелеген мәселелері 60 жылдары Сарыбаевтың қазақ тіліндегі еліктеуіш сөздер, Шәкеновтың қазақ тіліндегі сын есім категориясы, Ибатовтың қазақ тілінде есімдіктер, Төлеуовтың қазақ тілінде есім категориясы атты еңбектерде лексика грамматикалық ерекшеліктерді тұрғысынан жан-жақты талданды. Сәрсен Аманжоловтың Сәрсен Аманжоловтың морфологияның қарайтын объектісі сөздің құрылысы, құрамы, өзгерісі деп, оның себебі де әр тілде жаңа сөз тудыру жолы әртүрлі деген уәж айтады. Хакен Ақанов сөздердің морфологиялық құрылымы мен типтері, морфема мен оның түрлері, сөздердің түрленуі, олардың формалары мен сөздердің лексикалық, грамматикалық топтары туралы ілім деген анықтама береді. 1967 жылғы қазақ тілінің грамматикасы бірінші бөлімінде және қазіргі қазақ тілі оқулығында Ахмеди Исқақовтың сөз және оның формалары туралы ілім бар. Оралбай тілдің морфологиялық құрылысын зерттейді. Талғат Сайрамбаев морфология әрбір тілдегі сөз таптары туралы ғылым, ол тілдегі бүкіл сөздердің мағыналық жиынтығы. Қасым морфема ретінде сөз және сөздің формалары, сөз тұлғаларын білдіретін грамматикалық мағыналар туралы ілім деген анықтама береді. Анар Салқынбай сөз құрамы терім сөзін, негізгі бұл кісі терминді терім сөз деп атаған, морфологияның баламасы ретінде қабылдап, оған ерекше терімдік мағына береміз. Сөз құрамы, сөз таптарын біріктіріп, тұлғалар мен категорияларын, сөздің тұлғаларының зерттейтін грамматикалық саласы жаңа балама ұсынады. Сонымен, жоғарыда аталған ғалымдар еңбектерінде морфология тіл білімінің негізгі бір саласы ретінде жан-жақты толық қарастырылғанымен, морфологияда басы ашылмай жатқан мәселе өте. Қорыта келгенде, зерттеу жұмысымызда морфология саласына, оның зерттеу санасына қатысты ғалымдардың айтқан ой пікірлерін, тұжырым қағидаларын қайта қарауды, тереңірек зерттеуді қажет ететін тұстары бар екендігіне
көз жеткіздік. Келесі сөзді өзім әріптесіме Құндыз Маратовнаға беремін. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен Шалбаева Құндыз Маратовна, әуезов ауданы нөмірі 117 жалпы білім беретін мектептің қазақ тілі әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Біздің Динара Жолбарысовна екеуміздің әдістемелік кешеніміздің тақырыбы қазақ тіл морфологиясының қалыптасуы мен дамуы. Менің тоқталатын негізгі тарауым, яғни екінші тарау, бұл сөз таптары және олардың морфологиялық құрамын жалғастырамыз. Яғни сөздің морфологиялық құрылымы жайында ілім тек сөздің құрамын, түбірінің негізін, қосымшаларын талдаумен ғана тынбайды. Оның бүкіл грамматикалық жүйесін, әр тобына тән сөз тудыратын, сөз түрлендіретін жүйелерінде зерттейді. Қазақ тіліндегі барлық сөздер семантикалық және морфологиялық формальдық белгілеріне қарай ең алдымен үш үлкен топқа бөліп қарастырамыз. Олар атаушы сөздер, көмекші сөздер және одағай сөздер болып бөлінеді. Егер осы үш белгінің үшеуі де тегіс қамтылса, сөздің мазмұны да, материалдық морфологиялық, яғни формасы да, синтаксистік функциясы да түгел ескеріледі. Келесі. Сөз таптарының лексико-семантикалық сипаты әр сөздің өзіндік ұғымы, мағынасы болады. Олардың терминдік лексико-грамматикалық мәні контекстте сөйлем ішінде анықталады. Өйткені сөз мағынасы әрқилы. Мектеп грамматикасында сөздердің лексико-семантикалық мәні ережелер арқылы беріледі. Ал сөз таптарының морфологиялық белгісі бұл әр сөз табының сөз тудыру тәсілімен түрленуіне, ол формалардың грамматикалық ерекшелігіне қатысты болып келеді. Әр сөз таптарының синтаксистік қызметі әр сөз табы белгілі бір сөйлем мүшесіне бейім тұрады. Исаевтың және Оразұлының еңбектерінде сөздерді таптастыруды семантикалық принцип, морфологиялық принцип және синтаксистік принципті негізге ала отырып, қазақ тілінде сөздерді мынадай сөз таптарына бөлген, яғни зат есім, сын есім, сан есім, есімдік, үстеу, етістік, еліктеу сөздері, шылау және шылаулар және одағай сөздер, 10-шысы модальды сөздер деп бөлінген. Ғалымдар модальды сөздерді жеке сөз табы ретінде қатарға қосуды, сөз таптастыруы мәселесіндегі жаңалық болып есептелінеді. Ғалымның бұл саладағы негізгі ерекшелігі Ахмади Исқақовтың қалыптастырған жобаны сынай отырып, сөз табына 10-шы етіп модаль сөздерді қосу қарастыруға болады. Әрине көрсетілген 10 сөз табының тілімізде сөйлеу процесінде алатын орны, атқаратын қызметі біркелкі емес. Олардың әрқайсысының ұқсас айқындылығы, ажыратушылығы, түрлену жүйесі, жетілу дәрежесі бірдей емес. Жалпы тілдің өзі тарихи құбылыс болғандықтан, оның грамматикалық топтарының бірі сөз таптары да тарихи құбылыс. Олардың қалыптасып, дамып отыруы жүйесі бар. Сөздерді топтастыру принциптері және сөз таптары. Біз оны үшке бөліп қарастырып отырмыз. Біріншіден сөздерді грамматикалық топтары, яғни сөз таптарына топтастыруды ұсынатын басты ұстаным семантикалық ұстаным екенін көреміз. Екіншіден сөздердің түрлену жүйесі болып табылады. Ал үшіншісі синтаксистік ұстаным. Сөздердің сөйлемде өзіне тән белгілі бір қызмет атқарумен және сол сөздердің тіркесу сипатымен, яғни қандай топтағы сөздермен қалай тіркесе алумен байланысты болып келеді. Сөздерді топтастыру қағидаттары бойынша атаушы сөздер, яғни зат есім, сын есім, сан есім, есімдік, етістік, үстеу, еліктеу сөздер, көмекші сөздер, шылау, одағай және модаль сөздер болып бөлінеді. Жалпы біз оқу әдістемелік кешенімізді қорыта келе, морфологияда басы ашылмай жатқан мәселе жетерлік. Зерттеу жұмысымызда морфология саласына, оның зерттеу нысанына қатысты ғалымдардың айтқан ой-пікірлерін, тұжырым, қағидаларын қайта қарауды, тереңірек зерттеуді қажет ететін тұстары бар екендігіне көзіміз жеткізді. Рахмет, назарларыңызға көп рахмет. Келесі сөзді нөмірі 117 жалпы білім беретін мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Жексенбаева Риза Сейітқазықызына беріледі. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Менің авторлық бағдарламамның тақырыбы заманауи тілдік мәселелер және олардың шешу жолдары. Бағдарламаның жаңашылдығы
білім алушыны тек тіл үйренуге ғана емес, мәдениетті, тарихты, әлеуметтік қоғамды түсінуге, сыни ойлауға, шығармашылық дамуға, лингвистикалық тұрғыдан кешенді саралай алуға да дағдыландырып, тіл даму туралы көзқарастарын қалыптастырады. Бағдарламаның мақсаты мен міндеттері. Оқушы қазақ тілінің заманауи мәселелерін түсінеді, тілдік өзгерістер, жаңа терминдер, неологизмдер, жаңа идиомалардың тууы, жаргондардың пайда болуы туралы ақпарат алады. Тілдік дағдыларды дамыту, орфография мен орфоэпияны, тілдік норманы, жаңа сөздік қорды дұрыс қолдануды үйренеді. Жаңа технология мен әдіс тәсілдерді қазақ тілін оқыту процесінде қолдану, яғни жаңа мультимедиалық құралдарды, ғаламтор ресурстарын енгізу жолдарын, оларды тиімді пайдалану жолдарын қарастыра алады. Қазақ тілін халықаралық деңгейге бағыттау, өзге тіл өкілдеріне қазақ тілін жылдам үйренуге бағдарламалар құру мәселесінде аударма мәселесіне қозғай алады. Бағдарлама негізі 11-ші, 9-шы, 10-шы, 11-ші сыныптарға жасалған, 34 сағаттан тұрады. Әр күнтізбелік тақырыптық жоспарға қысқа мерзімді жоспар берілген. Бағдарламаның бағалау, бақылау тәсілдері берілген. Олар мысалы әңгімелесу және сұрақ жауап, осындай тәсілдер, есте жазу, тест сұрақтары, презентация қорғау, пікірталастар, сұхбат алу, тәжірибе жасау, жоба жұмыстары, топтық жұмыс, кері байланыс, рефлексия, өзін-өзі бағалау сияқты тәсілдерді қолдана алады. Бағдарламадан күтілетін нәтиже. Оқушылар тілдің дамуы мен өзгерісі туралы түсінеді, жаңа сөздер мен терминдердің пайда болуы туралы түсінік қалыптастырады, яғни терминологияны бастап кетеді. Қазақ тілін ғаламтор желісінде мәдениетті, сауатты қолдану маңыздылығын, жауапкершілігін түсінеді. Тіл мәртебесін және ұлттық құндылық үшін тілдің рөлін түсінеді. Қазақ тілінің қолдану аясын кеңейту жолдарын қарастырып, өзге ұлт өкілдеріне қазақ тілін үйренуіне жағдай жасау жолдарын анықтап, зерттеу жүргізе алады. Қазақ тілінің болашағына қатысты өз ұсыныстарын талқылап ұсына алады. Латын әліпбиіне көшу туралы ой талқы өткізіп, өз көзқарастарын да ұсына алады. Енді менің осы авторлық бағдарламамның өзектілігі, бұл оқушы өзі ізденіп, оның шешудің ғылыми теориялық ұстанымдарын ұсына алады. Бағдарлама оқушының білімін жан-жақты тереңдетіп, танымын қалыптастырып, тіл болашағына деген білім, білік дағдыларын қалыптастырады. Яғни қорыта айтсам, осы бағдарламадан оқушы ауқымды білім, теориялық білім алады. Назарларыңызға рахмет. Барлық әріптестеріме сәттілік тілеймін. Келесі әріптесіме сөз берейін. Нөмірі 117 жалпы білім беретін мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Терезенова Гүлжазира Жанбекқызы. Қайырлы күн, әріптестер. Қазақ тіл білімінде сөз таптарын оқыту морфология саласындағы маңызды бағыттардың бірі. Сөз таптары тілдік құрылымдық негізін құрайтын мағыналық және грамматикалық белгілері бойынша жіктелетін сөздер тобы. Олардың түрлену жүйесі, сөйлемдегі қызметі, жасалу жолдары және қолданыс аясы тілдік сауаттылықты қалыптастыруда ерекше рөл атқаратыны сөзсіз. Сондықтан бұл оқу бағдарламасы сындарлы сөз таптары тақырыбына негізделіп, оқушылардың сөз таптары туралы білімдерін кеңейтуді, олардың мағыналық және грамматикалық ерекшеліктерін терең түсінуге бағытталған. Бағдарлама сөз таптарының түрлерін, олардың сөйлемдегі қолданысын, сөйлеу әрекетіндегі маңызын жан-жақты талдауды көздейді. Сонымен қатар оқушылардың өздігінен талдау, зерттеу, салыстыру қабілеттерін дамытуға мүмкіндік береді. Курстың өзектілігі. Қазақ тілінің грамматикалық құрылымын меңгеру оқушылардың тілдік сауаттылығын арттырудың негізгі шарты. Қазіргі заманғы білім беру жүйесінде оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту, тілдік нормаларды терең түсініп, оларды дұрыс қолдана білу маңызды талаптардың бірі болып отыр. Осыған орай сындарлы сөз таптары курсы оқушыларға қазақ тілінің морфологиялық заңдылықтарын меңгертумен қатар, олардың аналитикалық ойлау дағдыларын жетілдіруге бағытталған. Курстың мақсаты морфологиялық білімді тереңдету, тілдік талдау дағдыларын қалыптастыру, сауатты сөйлеу және жазба қабілетін жетілдіру.
сын тұрғысынан ойлау қабілетін практикалық қолдану дағдыларын қалыптастыру. Курс соңында оқушылар яғни күтілетін нәтиже сөз таптары туралы терең білім алады, морфологиялық талдау жасай алады, сауатты жазу және сөйлеу дағдыларын қалыптастырады, тілдік материалдармен жұмыс жасай алады, білімін түрлі емтихандар мен өмірлік жағдайларда пайдаланады. Мазмұндық бөлімі 5 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім морфология және сөз таптары, екінші етістік және оның түрлері, үшінші бөлімі үстеу және оның мағыналық топтары, төртінші бөлімі еліктеу сөздер, бесінші бөлімі бекіту және қорытындылау деген бөлімнен тұрады. Нормативтік бөлімде 34 сағат қарастырылған, онда сабақтың тақырыптары, сағат саны, жұмыс түрі, әдісі, мерзімі, өзіндік жұмыс түрлері берілген. Ақпараттық әдістік бөлім. Бұл курс оқушылардың морфология саласындағы білімдерін тереңдетіп, сындарлы сөз таптарының маңызын түсінуге бағытталған. Сабақ барысында теориялық материалдар мен практикалық тапсырмалар үйлестіріліп, түрлі әдіс тәсілдер қолданылады. Мысалы, түсіндірмелі әдіс, салыстыру және талдау, практикалық әдіс, зерттеу және жобалау әдісі, интерактивті әдістер, тағысын тағы. Оқытуды ұйымдастыру бойынша әдістемелік ұсынымдар. Бұл курс оқушылардың морфология саласындағы білімдерін кеңейтуге және сындарлы сөз таптарының ерекшеліктерін терең меңгертуге арналған. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, чатқа жазыңыздар. Жауап беруге тырысамын. Рахмет. Көп рахмет. Келесі сөз 17 ауданы нөмірі 110-шы мектеп гимназиясының қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Байдудаева Мерей Еркінқызы. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Жетісу ауданы 110-шы мектеп гимназияның қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Байдудаева Еркінқызы. Сөз сыры сөздердің мәні мен қолданысы. Сөз сыры элективті курс 5-ші сынып оқушыларына арналған. Бағдарламаның мақсаты оқу курсын меңгерту арқылы қазақ тілінің қыр-сырын жетілдірген, сөздік қоры бай, бүгінгі заманға сай, жан-жақты біліммен қараланған, бәсекеге қабілетті ұрпақтар беру. Бағдарламаның міндеттері сөз өнерінің қыр-сырын үйрету, сөз мағыналарының алуан түрлілігін білдіру, сөздіктермен жұмыс жасай білуге үйрету, сөз мағыналарының қазіргі әдеби тілмен байланысын білгізу, сөздерді лексикалық тұрғыдан талдату, оқушыларды сауаттылыққа баулу, курс мазмұнын меңгерту арқылы оқушылар сөз өнерін бағалай білуге үйрету. Бағдарламаның өзектілігіне келер болсақ, тіл дыбыстары, сөз таптары мен қосымшалар туралы төменгі сыныптарда алған теориялық білімдерін жүйелеу. Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту, оқу материалдары арқылы ана тілін жетік меңгерген ұлтжанды тұлға қалыптастыру, оқушыларға тіл өнерінің шеберлігін, шешендігін үйрету, берілген тапсырманы түрлендіру бағытындағы өңдеу жұмыстары арқылы белсенділікке ынталандыру, мәнерлеп айта білу дағдыларын жетілдіру, негізгі мәтіндік түсініктерді игеру. Күтілетін нәтижелер: бағдарлама мазмұнында ұсынылған материалдардың жаңашылығы мен өзектілігі, практикалық бағыттылығы, бағдарламаның ынталандырушы және дамытушы әлеуеті, оқушылардың жас және жеке ерекшеліктеріне сай келуі. Бағдарлама жалпы аптасына 1 сағат, жылына 34 сағаттан құралған. Бұл бағдарлама негізінде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2017 жылғы 25 қазандағы нөмірі 545 бұйрығымен бекітілген негізгі орта білім беру деңгейінің 5-ші сыныптарға арналған қазақ тілі пәнінен жаңартылған мазмұндағы оқу бағдарламасы. Оқыту қазақ тілінде негізінде әзірленген. Талай тарихи кезеңді басынан кешірген қазақ халқының тіл мәдениетінде, оның сөз байлығында терең сырлар бар, қызықты құбылыстар бар. Халықтың кәрі тарихы мен құрдас тілінен сол халықтың тұрмыс тіршілігі, әдет-ғұрпы, шаруашылық жағдайы, өзге елдермен қарым-қатынасы, саяси, мәдени дәрежесі аңғарылатыны жұртқа мәлім. Өйткені қоғам өміріндегі түрлі құбылыстар, тарихи кезеңдер белгілі бір лексикалық ұғыммен ұласып жатыр. Сөз деген аса бір күрделі ұғым. Сөз деген сырлы әлем, ол сөздің мағыналары арқылы аңғарылады. Сырлы әлемге ену үшін сөз мағыналарын жетік меңгеру қажет. Ал сөз мағыналары өзгереді, дамиды, заман ағымына қарай сөзде оның мағынасы да мүлде жаңарып отырады. Сондықтан тілдегі сөздерді жинақтап, жүйеге салып, әрқайсының мән мағынасын ашып, сөздік қалпына түсіріп, халыққа ұсынылып отыратын сөздіктердің маңызы зор. Яғни сөз сырын ашатын кілт тіліміздегі сөздіктер. Жаңартылған білім мазмұнына сәйкес білім беру жүйесіне көшкен кезеңде оқушыларға сөз сырының мән мағыналарын жете
түсіндіру қажеттігі туындап отыр. Өйткені жалпы білім беретін мектептердегі қазақ тілі пәніне арналған жаңа буын оқулықтарында бұл саланың аясы тар екені белгілі. Бұл бағдарлама осы мәселелерді ескере отырып, қазақ тілі пәнінен 5-ші сыныпқа тереңдетілген курс ретінде жасалған. Бағдарлама мазмұнды меңгертуге арналған үлкен тараулар мен тақырыптардан тұрады. Сол арқылы оқушыларды сөз мағыналарын тануға, олардың сырын ашуға жетелеп отырады. Курс мазмұнын меңгеру арқылы оқушылардың сөз өнеріне деген қызығушылығы артады, ой өрісі дамиды, шығармашылық пен даму жұмыс істеуге машықтанады. Бағдарлама мазмұнын меңгертуде мұғалім теория мен практиканы ұштастыра жүргізеді, сол арқылы оқушыларды сөз мағыналарын тануға, олардың сырын ашуға жетелеп отырады. Курс мазмұнын меңгеру арқылы оқушылардың сөз өнеріне деген қызығушылығы артады, ой өрісі дамиды, шығармашылықпен жұмыс істеуге машықтанады. Пайдаланылған әдебиеттер берілген, назарларыңызға рахмет. Құрметті әріптестер, Zoom уақытысы қазір аяқталып келе жатыр. Осы конференцияны қазір тоқтатып, тағы да бір рет жіберілген сілтеме арқылы қайтадан кірсеңіздер.